Қайырлы күн, балалар. Бүгінгі күні 1-ші сынып әліппе 69-ші сабақ ү дыбысы мен әрпін оқып жалғастыратын боламыз. Әдеттегідей берілген сөздерге мән беріп оқып шығайық. Түлкі, күлкі, шүмек, төбек, күрек, жүрек, дүрбі, үміт. Балалар, өзіміз үшін тағы бір қайтара оқып шығайық. Салыстыр. О және ү әріпі бар сөздерді салыстырып оқып шығайық. Құн, күн, тұз, түз, сұр, сөр, құндыз, күндіз, тұр, төр, тұс, түс. О әріпі бар сөздер жуан қатты болып естіледі, ал ү әріпі бар сөздер жіңішке болып естіледі. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Парақшамызда бір аңның суреті бейнеленген, және ол қандай деген сұраққа жауап беру керек. Суретте түлкі бейнеленген. Түлкіні қандай екенін сипаттап жазу керек. Түлкіні атап өтейік, қандай екен? Түлкінің қимылы шапшаң. Түлкі айлакер болып келеді. Түлкінің сыртқы жүнінің түсі қызғылт сары. Түлкі жыртқыш аңға жатады. Ал балалар, түлкі туралы мәлімет берілген. Сөйлемдерді біріктіре отыра бір мәтін құрау керек. Сөйлемдердің орындары ауысқан. Рет-ретімен оқып шығайық. Түлкі аң. Ол таулы жерлерде, орманда тіршілік етеді. Түлкінің терісі бағалы. Балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Бізде сурет бейнеленген және қасына ол жануардың не істейтінін берілген. Тауып көрейік. Үреді. Не үреді? Ит үреді. Жарайсыңдар. Келесі суретте бейнеленген. Күркілдейді. Не нәрсе күркілдейді? Тауып көрейікші, балалар. Ойланып көрейік. Көрге тауық күркілдейді. Сондай әдемі жануар үй жануары. Үміт сүт ішті деген сөйлемді дәптерімізге мұқият тиянақты жазып аламыз. Ал балалар, келесі кездескенше сау сәлеметте болыңдар. Каналымыз ұналса, тіркеліп лайк басып кетіңдер.